Уақыптың, мысалы айттық қой ана жолы, біздің ханафи басқанша қайырымдылыққа арналған, ұрпаққа арналған, толық ұрпаққа арналған және жартылай ұрпаққа арналған түрі бар дейді. Ал енді жумхур ғұламаларда уақыптың 3 түрі бар дедік. Діни, қайырымдылық, ұрпаққа арналған. Сонда уақыптың жаңа дей мынандай зурри деп айтады шариғатта, уақыт зурри дейді. Соның ішінде жартылай ұрпаққа арналған деген түрі әл-уақф мұштарак дейді. Мысалы, бір адамның 4 дүкені болса, көз тірісінде айтып қояды балаларына: мына 3 дүкен мен өлгеннен кейін балаларым сендерге мирас, бірақ мына біреуі уақыт деп айтады. Сол уақытты айтады, мынадан 50-50 мен мынаның түскен пайдасының, бүкіл мысалы дүкеннен түскен пайдасының 50%-ын қарилар медресесіне өсиет етіп кетеді көз тірісінде. Ал 50%-ын бала шағаларына тең бөлетін қылып, ұрпақтарына тең бөлетін қылып жаңағыдай қалтырып кетеді. Дивидендтерін, жаңадан түскен пайдасын банктан есеп ашады да, содан жаңағыдай ұрпақтарына сол қаражат түсіп тұрады. Ол енді Құран кәрімде Кахф сүресінде ана 2 жетімнің оқиғасын білесіздер. Хызыр алейхиссалам мен Мұса алейхиссалам екеуге жатқан уақытта, бір жерге түнеген уақытта Хызыр алейхиссалам ертеңде қабырғаны қайта көтере бастайды. Неге үйтіп жатсың сен бұны қозғап деген уақытта, енді осы жерде хаза фирақун байни ва байнак дейді. Екеуміздің осы арада бөлінетін жеріміз келді дейді. Оның алдындағы 2 жерде де және кемені бұзып тастағанда, кішкентай сәбиді өлтіріп тастаған уақытта да ол жауабын айтпай қояды. Ең соңында айтады, енді кезек 3-ке дейін болсын, Мұса алейхиссалам Хызыр алейхиссаламға айтады: 3-ке дейін мұрсат берші, мен өзіңмен бірге жүрейін деп. Сонда 3-ші ретінде сол кезде екеуі ажырасады. Бірақ ажырайды. Сол кезде жаңағы Хызыр алейхиссалам айтады: бұл 2 жетім баланың әкесінің үйінің қабырғасының орны еді. Мен әдейі көтердім, олар да келіп осы жерде келіп қазып, әкелерінің қалтырып кеткен дүниесін тауып алады дейді. Яғни қазақ айтады ғой енді, әкенің балаға мал болмайды деп. Бірақ шариғатта садақаның ең абзалы бала шағаңа әкеп бергенің дейді. Садақаның ең абзалы бала шағаңа әкеп бергенің және жұбайыңа бергенің, бала шағаңа бергенің дейді. Сонда қазақ айтады: түстік өмірің болса кештік мал жей дейді. Яғни мұқтаж қылма бала шағың дейді. Сонда жаңағы уақыпта осындай жаңағыдай ұрпақтарына қалатын болса, сол ұрпақтарына тең бөлінеді екен. Сирияда бір жағдай болған екен. Ер баланың үлесі бір бөлек, әйел адамдардың үлесі мирастағы сияқты ұқсатқысы келген ғой. Сол кезде үлкен бір ғұлама шығып, Сирияда осы уақыптың жаңа мұштарак уақыттан қалған дивидендтерді үлестерін тең бөлінеді бұл жерде. Бұл мирас емес деген екен. Мирас емес, немересі бола ма, шөбересі бола ма, ұлы бола ма, қызы бола ма, уақыт берушінің дүниелері тең бөлінеді деген екен. Яғни бүгінгі сабағымызда осындай қысқаша біраз мағлұматтар өттік. Уақыттың пен садақаның айырмашылығы, уақыт пен зекеттің айырмашылығы, уақыт пен өсиеттің айырмашылығы жөнінде өттік. Алла тағала дәрісімізді пайдалы етсін.